Достар, сәлем. Бүгін осындай қорапша жасаймыз. Конфетка түрінде. Размер осындай. Бұның шаблонын сіздерге сыйға тартқым келеді. Маған егер YouTube'ға подписка жасап тіркелсеңіз, описаниенің астында сізге ссылка шығады. Сол ссылкаға өтіп, осының шаблонын жүктеп алуыңызға болады. Дайын шаблонға текстіңіз жазуды ұмытпаңыз. Мынандай орындар бар. Осыған текст жазып болғаннан кейін осылай майыстыратын линиялардың барлығы көрініп тұрады. Майыстыратын жерін майыстырып, обычный карандаш клей алып, сонымен жабыстыра қоясыз екі шетінен. Менде осындай клей, осы клеймен қазір артық жерін қиып тастадым. Болған соң осылай міне жабыстырып жатырмын. Жабысу оңай, жаңа жылға арнап неше түрлі конфеткалар, бір нәрселер сондай мелкий заттар салуыңызға болады. Осылай жабыстырамыз. Сонымен қатар біздің егер каналымызға қосылғыңыз келсе, каналымызда біздің 2000 шаблон бар. Ішінде админдар бар, кураторлық жүргізетін. Сонымен қатар чат поддержки бар. Ол үшін маған видеоның астындағы WhatsApp номеріме хабарласуыңызға да болады. Осылай міне жабатын жерлерін жабамыз. Оның барлығын түсінікті деп ойлаймын. Мына жерін клейлеп жібереміз қазір болғасын. Жақсы жабылады. Жақсы ұстайды. Міне болдық. Екінші жағын қазір клейлейміз. Осылай бізде конфеткамыз почти дайын деп айтсамыз болады. Міне енді қараңыз, мынау просто краска. Осындай жаңа жылға арналған конфетка дайын болды. Қорапшаның размері осындай. Суретте үлкен болып көрінуі мүмкін. Примерно осындай. Қолыма алғанда осылай болып тұрады. Сіздерге ұнаса, міндетті түрде комментарий жазып кетіңіз. Сау болыңыз.